мен ойын жасап жатырмын, Play Market'te қалай шығару керектігінде түсірсеңіз жақсы болатын еді. AdMob, Facebook қайсысы жақсы төлейді, басқа жақсы қандай партнерка жарнама қосатын. Үлкен рахмет, мен IT-ге қызығам. Өкінішке орай түсіндіретін адам жоқ. Бұл жерде мынадай осындай сұрақ келген. Енді сұрақ деп есептейік, сұрақ келген. Соның қайсысы дұрыс? Яғни сұрақ. Бұл жерде Play Market'ке жариялау туралы айтқан, бірақ мен ол туралы алдағы уақытта жасау мүмкін, бірақ анық емес. Және бұл жерде бір қызық зат, AdMob және Facebook сияқты жарнамалық сервистер бар. Приложениеге реклама қоюға көмектеседі. Соның қайсысы нормальный? Facebook жақсы ма әлде AdMob жақсы ма деген секілді. Енді IT-ге осыған түсінбей отқан адамдарға айта кетейін. Жарнамалық сервистер деген бар. Ол жарнамалық сервистердің негізгі қызметі, мен приложение істеймін мысалға, соның ішіне жарнама қоямын. Жарнамалық сервистер арқылы мен өзіме ақша алуыма болады. Және мен олай жасап көрдім. Бұрын AdMobпен жұмыс жасадым, қазір сол сияқты тағы да бір жарнамалық сервистермен жұмыс жасадым. Соның қайсысы дұрыс? Мен өзімнің тәжірибемді айта кетейін. Сол мына жерде байқап отырғанымыздай AdMob және Facebook деген екі жарнамалық сервис көрсетілген. Бұл жерде олардың қайсысын қолданған дұрыс? Мен басында бастаған кезде осы AdMobты қолдандым, бірақ AdMobтың мынадай несі бар екен, минусы дейік. Ол жерде қазақша приложениені қолдамайды. Сіздің приложениеңіз қазақ тілінде болса, я синікі, онда AdMobпен біз жұмыс жасай алмаймыз. Бірақ бір қызығы, мен приложениемді қостым, примерно 2 жылдан кейін ба маған ескерту келді ғой. Сен приложениең тіл жағынан проблема бар, біз қолдамаймыз. Қарасам, ішінде қазақ тілі жоқ, максимум, минимум орысша болу керек. Немесе ағылшынша деген секілді. Әрине, егер сіздің приложениеңізде орысша немесе ағылшынша варианты болса, мүмкін енді политикасын қарап көру керек. Мен қазір AdMobпен жұмыс жасамаймын. Одан кейін Facebook деген жарнамалық сервис бар. Мен соңғы кезде осыны қолданып көріп жатырмын, және оның да белгілі бір деңгейде минустары бар. Соның ішінде мынадай. Бірінші біз приложениені жібереміз, одан кейін сол жерге жарнамалық блоктар болады. Нативный, баннерный, одан кейін interstitial, rewarded, немесе сол сияқты. Facebook'те сізге бірден interstitial және rewarded дегенді қоспайды. Бұның екеуі, егер білетін болсаңыз, interstitial деген немесе rewarded деген ақшаны ең көп әкелетіні. Менде приложениелер бар, мысалға ішіне interstitial жарнама қосу керек. Rewarded немесе. Оны мен қалай қосам? Ол үшін Facebook'ке түсінгенім бойынша мен Facebook'ке өзіне жазуым керек, маған бірден бере қоймайды. AdMob'та ондай жоқ еді мысалға. Және менде қандай приложение бар, соны айта кетейін. Play Market'те қарасаңыздар, менде приложение бар. Жаңағы дейтинг типіне жатады, яғни Қазақстан танысу деген приложение бар. Күніне, дәл қазір осы видео түсірілген уақытта күніне 500 адам қолданады. Сол жерде нативный реклама тұр, Facebook-тікі. Қанша екенін айтпай ақ қояйын, примерно 1000 показға, қысқасы мен есімде жоқ. Ол туралы мен Telegram каналымда жазам, 1000 показға маған қанша төлейді, соған жазылыңыз. Төменде сілтеме тұр. Және бірақ бұлар жеке сервистер. AdMob болсын, Facebook болсын, бұл жарнамалық сервис, жеке жұмыс жасайды. Сосын мынадай күшті дүние бар. Медиация деген. Соның ішінде Appadil деген сервис бар. Мен өзім соны қолданам. Оның қызметі қандай? Бірінші біз мынаны айта кетейік. Мынадай минус бар. Енді мен терминдер қолданбауға тырысып жатырмын. Егер терминмен қолданатын болса, сол салада жұмыс жасап жүрген адам болса, бірден түсінеді, бірақ термин қолданбайық бұл жерде. Мынадай проблема бар. Мысалға, қолданушыға реклама көрсету қажет. Именно сол реклама көрсететін кезде оған ана сервисте реклама почему-то жоқ болып шығады. Немесе мына Facebook мына жерде жақсы төлейді, AdMob мына жерде жақсы төлейді, сосын Яндекс бар, жаңағы Charboost немесе Uplovin сияқты сервистер мына жерде жақсы төлейді, немесе мына елде. Ал енді ондай жағдайда не істеуге болады? Мысалға, менде приложение бар деп алайық. Қазақстан қолданады, Германия қолданады, Америка қолданады. Америкада басқа жарнамалық сервис мысалға жақсы төлейді, Қазақстанда басқасы, Германияда басқасы. Немесе қажет кезінде жарнама болмай қалады. Ондай жағдайда жарнама көрсету қажет. Бұл проблеманы қалай шешуге болады? Медиация осыны шешуге арналған. Мен өзім Appadilмен жұмыс жасап көрдім, сізге де соны ұсынам. Google-ге жазыңыз, немесе сілтемені, егер ұмытып кетпесем, сілтемені осы видеоның астына мен қойып кетем. Ол сервистердің қызметі мынадай. Бірінші, сіз оны орнатасыз қосымшаға, одан кейін ол зерттейді.
қолданушы қай елден. Қазақстаннан болса қарайды, Қазақстаннан қай жарнамалық сервис қолданушыларға жақсы ақша төлейді. Адмоб па, Адмобтан алады да анаған рекламаны көрсетеді. Фейсбук па, Фейсбуктан алып анаған көрсетеді. Енді ана жерде дофига жарнамалық сервис бар. Жаңағы Апловин, немесе Яндекс, Фейсбук бәрі бар. Бұл бірінші плюс. Екінші плюс. Ол жерде бірінші сізге апподелдің өзі төлейді мына жақтан. Одан кейін сізге Facebook болса, Facebooктағы аккаунтыңызға жеке төленеді. Жаңағы Адмоб болса, Адмобтағы аккаунтыңызға жеке төленеді. Бұл плюс, яғни сіз қолданғаннан ешқандай минусқа кірмейсіз. Бұл сервистер үстіне какой-то бір соны ұйымдастырып берген үшін процент алады, және одан сіз ештеңе жоғалтпайсыз. Егер оны қолданбасаңыз, сіз одан ештеңе алмайсыз. Ал қолданатын болсаңыз үстінен аласыз, және бұл қосымша табыс болып есептелінеді. Енді қайсысын қолдану қажет? Және қандай минус бар? Апподелдің мен өзім байқаған екі минусы бар. Біріншісі жирный минусы. Бұл рекламный SDK. Рекламный SDK-ны сіз орнатасыз, жаңа версиясы шығады, ескі версиясын сіз случайно бір ұмытып кететін болсаңыз, обновить етуді байқамай, мен сияқты. Google сіздің приложениеңізді алады да заблокировать етіп бастайды. 3-4 рет заблокировать еткеннен кейін аккаунтыңызды полностью заблокировать етеді. Ал Google консольдан заблокировать етілді деген сөз, мен ертай қуанышпы заблокировать етті ме? Демек, мен ешқашан оларға қайтадан тіркеле алмаймын. Ережесінде солай жазылған. Бұл просто жест. Менде сондай болған, бірақ случайно мен заблокировать етіп тастаған, мен техподдержка жазғаннан кейін приложениелерді аккаунтына қайттан қайтарды. Бұрын Google Play Marketте сондай проблема болған, енді қазір жаңа версиясы шығып, мүмкін олар жағынан да олар жетілген болар. App Store'да ондай проблема жоқ. Егер сізде App Store болатын болса, қорқып қажет емес, соны қолдануға болады. Бірақ менде App Store жағынан опыт жоқ, оны кейін айтам. Енді рекламный сондай дүние туралы айтып жатырық, соған қосымша түрде айта кетейік. Рекламныйдың қандай түрі бар? Приложениеде баннерная реклама деген болса, жыпылықтап тұратын бір жерде төрт бұрышты, жаңағы хрен тұрады, бір төрт бұрыш шетінде. Ол ең аз табыс әкелетіні. Одан кейін нативный деген бар, мысалы Инстаграмда бүйтіп отырасыз, сол кезде арасында реклама кетіп қалады. Бұл нативный реклама деп аталады. Interstitial деген бар. Бір ойын ойнап отырасыз, келесі уровеньге өткен кезде экранда үлкен полный экранда бір реклама шығып кетеді. Бұл interstitial. Rewarded деген бар, ол мысалға айтады. Бір ойында жүгіріп келе жатасың, құлап кетесің, айтады. Сен осынша 300 балл жинадың, давай сен видео қара, мен саған соны 600 қылып беремін дейді. Видео қарайсың, саған 600 қылып береді. Немесе осы рекламаны қарада, шотыңа 500 жаңағы балл ал. Оны сен ойындағы бір фигняларды сатып алуыңа болады. Немесе сол сияқты. Немесе приложениеде. Менде Қазақстан танысу деген приложение бар, сол кезде мынадай идея келген. Анкета бар. Енді олар ойын емес қой, ол жерде жаңағыдай жоқ. Сол жерде мысалға анкетаны шығарады, тегін ол сірә полностью тегін. Жаңағы рекламаны қара, одан кейін барып анкетаны сен қып-қызыл қылып белгілеп қой. Сол арқылы саған хабарласатын адамдар көбірек болады. Бұл жақсы идея, бірақ Facebook'та ондай болған жоқ. Жаңағы rewarded дегенге шанс жоқ. Мен жазып көрген жоқпын, әлі жазып көремін. Сондықтан менде қазір апподел тестілеп жатырмын, бірақ жаңағыдай менде қорқыныш бар. Егер случайно SDK-дан проблема шықса, мені заблокировать етіп тастауы мүмкін. Бұл деген сөз, мен приложениені жоғалтам. Егер приложение заблокировать ететін болса, мен оны қайттан жүктеуім қажет Play Marketке. Ол нөлден басталады. Отзывтардың полностью жойылады, қолданушылар полностью кетеді, нөлден басталады. Қазір активный 500 адам қолданады мысалға. Оның бәріне мен айырылам деген сөз. Бұл әрине жақсы емес, қатты, бірақ оны шешудің жолдары бар. Енді рекламный дүниеге қатысты сол. Егер сізге көбірек қажет болса, онда апподел сияқты вариантты қарап көру керек. Ал егер ол кішкене ұнамаса сізге, және Facebook немесе Admob қарайсыз. Және екінші минусы, апподелді ұмытып кетіппін, ол SDK-ның көлемі. SDK орнатасыз, сіздің приложениеңіз 5 мегабайт болса, оның көлемі тағы да 5 мегабайтқа үлкейеді. Ал енді мына приложениеде статистика қарайтын болсақ, лучше 5 мегабайттан, ең жақсы жағдайда 5 мегабайт приложениенің көлемі үлкен болған дұрыс. 5 мегабайт.
10 болса 20 болып кетсе, мысалы 30 болып тұрса 35 болып кетеді, ол қатты бір сондай жақсы дүние емес. Бірақ оны шешу үшін жаңа өздерінің айтуы бойынша бір қажет емес сеттерді ажыратып тастауға болады. Бірақ ондай жағдайда сізде рекламаның көрсетілу деңгейі төмендеп кетеді. Аталған сілтеме сайттарға, сервистерге сілтемені тастап кетемін мен. Әрине апподелге тек адмо фейсбукты жазсаңыз бірден шығады. Сонымен солай жұмыс жасап көрсеңіз болады.